Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Планетамыздағы ең қауіпті ағаштар, жидектері мен көзіңізді ашып жұмғанша өлімге әкелетін рекордтар Гиннесіне кірген қауіпті ағаштар туралы баяндаймыз бүгінгі шығарылымда. Ақпарат қызық па? Онда жай ғана арнамызды көріп өтпей, тіркеліп, комментарий басып, лайк басуды ұмытпа. Себебі сенің үліпілің біздің одан да қызықты жаңа контент жасауға өте маңызды. Монтанелла ағашы. Әлемдегі ең қорқынышты ағаш болып есептеледі. Оның қасында жақындамау белгісі бар. Яғни ағаштың қасына, жанына немесе астына тұрмаңыз және ондағы жидекті желмеңіз, өміріңізге қауіпті деген жазбаларды байқайсыз. Bir қарағанда ол жаны ғана жайқалып тұрған ағаш секілді. Ал жемісі тікенек алма тәріздес. Өлім алмасы да деп аталады. Сондықтан да әлем бойынша ең қауіпті ағаш болғандықтан кейін рекордтар Гиннес кітабына енген. Жемісіндегі алма тәріздес жасыл жемісінде шағын ғана тікенектер бар. Тек қана жемісі емес, ағаштың барлығы дерлік улы болып есептеледі. Оның талынан, тамырынан бастап жапырақтарының барлығының бойында токсинге толы, улы затқа толы сөл бар. Яғни соның бөлінуі арқылы сіз бір мезетте өліп кетуіңіз мүмкін. Тіпті ол талдың астында көп тұрудың өзі зиянын келтіреді. Егер сіз сол талдың астында тұрсаңыз, жаңбыр жауған кезде өлімге алып келу қаупі екі есе, себебі жаңбыр арқылы талдан бөлінген токсиндер сіздің денеңізге тиюі мүмкін. Тіпті бір тамшысының өзі көзге тигенде сіз сол мезетте соқыр болып қаласыз. Солтүстік Америкадағы зерттеушілердің басым бөлігі осы ағаштың өсіп өнген жерін зерттеген кезде ол тек қана солтүстік емес, сонымен қатар оңтүстік өңірде де көп, жағажайдың бар жерінде көп тараған деген. Сонымен қатар оны тек қана өлім алмасы емес, жағажай алмасы да деп атаған. Бұл ағаш туралы тағы да бір ерекше факт. Бұны жиһаз өндірісінде қолданылады, улылығына қарамастан. Қалай қолданады дейсіз ғой? Яғни ағаштың түбін жақсылап тұрып өртейді. Отқа оранған ағашты көп уақыт бойы жандырады, өте қатты отта. Содан кейін оны түбінен кесіп аралап алып тастайды және де қанша уақыт күнге күйдіреді. Яғни тамырына су бармаған талдағы бойындағы токсин барлығы жойылып кетеді дейді. Содан кейін сол ағашты өндіріске қайта өндіріп, сол ағаштан жиһаз жасайды. Бұл ағаштан жасалынған жиһаз өте қымбат жиһаз болып есептеледі. Сондықтан да құны қымбат болғандықтан кейін жиһаз өндірушілер өміріне қауіпті болса да осы ағашты пайдаланады. Ал сіз осындай жиһазда өміріңізге қауіп төнуіне қарамастан осындай жиһазды сатып алар ма едіңіз? Комментарий жазып, лайк басып өтуді ұмытпаңыз. Серуендейтін пальмалар. Иә, сіз қалыс естіген жоқсыз. Серуендейтін пальмалар. Ағаштың көп түрін көрдік, бірақ бір орыннан жылжитын ағашты көрдіңіз бе? Мен сізге сол ағаш туралы айтып беремін. Оңтүстік Америкада серуендейтін пальмалар бар. Ұзын пальмалардың аяғы бұталарында, аяқ тәріздес көп деген бұталар өскен. Соның көмегімен ағаш бір орыннан екінші орынға жылжиды. Туристер әлем бойынша дәл осы серуендейтін пальманы көру үшін сол өңірге барады. Жыл сайын ағылып келетін туристердің санына шектеу жоқ. Әдетте гидтер ең бірінші осы пальмалармен таныстырып, оның тарихын айтады. Бірақ Оңтүстік Американың Коста-Рика университетінің ғалымдары дәл осы деректі білу үшін, арнайы анықтау үшін осы орманға барып зерттеу жүргізді. Достар, кез келген видеодағы ақпараттардың барлығы сізге шынайы болмауы мүмкін. Яғни кейбір ақпараттар фейк болуы мүмкін. Сондықтан да көріп жатқан нәрсенің барлығына сене беруге болмайды. Дәл осы ғалымдар осы тұжырымға сүйене отыра өздері сол орманға барды. Пальмаларды зерттеудің нәтижесінде ол ешқандай да серуендейтін пальма емес, кез келген ағаштар сияқты бір орында тұратын пальма екенін анықтады. Дегенмен пальма биіктігі өте ұзын, төменнен жоғарыға қарағанда ұзын болып, желдердің тербеленуі арқылы басқа жерге жылжыған тәріздес көрінеді. Екіншіден, оның аяқтарында, яғни бұталары басқа ағаштарға қарағанда көп бұталармен болғандықтан, ол бір визуалды түрде қараған кезде бір орыннан екінші орынға жылжыған іспеттес болып көрінеді. Бірақ бұл туристер үшін арналған арнайы аңыз іспеттес қиялы әңгіме гидтердің. Соның арқасында көптеген туристер әлі күнге дейін осы серуендейтін пальманы келіп көруге құмар болып тұрады. Борщевик қарапайым ғана арамшөп.
Көбіңіз оны көрдіңіз, тіпті кей кезде өз көзіңізбен де көруіңіз мүмкін. 20 ғасырда ғалымдар оны адам өміріне және жануарларға қауіпті деп тапқан. Борщевик көбінесе КСРО өңірінде өседі. Оны көбінесе малға жем ретінде берген көп жылдар бойы. Алайда қаншама жануарлар соның кесірінен өлімге тап болғандықтан кейін ғалымдар зерттей келе оның адам өмірі тұрмақ түгілі жануарларға да өте қауіпті екенін табады. Қалай дейсіз ғой? Борщевик күн сәулесінде кері реакция береді. Оның бойындағы сұйықтық, яғни кислота секілді. Қалай дейсіз? Егер сіздің үстіңізге сұйықтық тиіп кететін болса, шөпті жұлған кезде сұйықтық тиген жерге күн сәулесі тиеді, сол жерде бірден күйдіреді. Егер көп мөлшерде сізге сұйықтық тиетін болса, сізді тіпті өлімге алып келуі мүмкін. Борщевиктің тағы да бір ерекшелігі, одан қорғануға болады. Ол бірден өлімге алып келмейді. Егер сізге абайсыздан сол борщевиктің сұйықтығы тиіп кеткен жағдайда, сіз кенеттен сабынды сумен оны жуасыз, және де күн түспейтіндей етіп орап таңып байлап тастайсыз. 10-15 күнге дейін дәл сол жеріңізді жарыққа, күн сәулесіне ашпауыңыз керек. Әсіресе күн сәулесінен эффектісі жоғары. Қайта-қайта сабынды сумен, таза сумен жуу арқылы сақтанасыз. Егер сиырлар, адам борщевиктің арасында жаңбырлы уақытта баратын болса, ол сұйықтық жаңбыр арқылы денесіне көп мөлшерде, яғни жаңбырдың суымен көп тиетін болса, міндетті түрде бірінші дәрігерге барасыз тез арада. Немесе ол жерде көп уақыт болмауыңыз керек, себебі өлімге алып келуі мүмкін. Тағы бір ерекшелігі борщевиктің, ол сұйықтық сіздің көзіңіздің, жанарыңызды бірден сәл сұйықтық тиген күннің өзінде сізді дәл сол жерде соқыр қылып тастауы мүмкін. Аулаңызда өсімдік өсіргіңіз келе ме? Онда осы бейнені қайта-қайта қарап алыңыз. Өзге елге барғанда бейтаныс ағаштар мен өсімдіктердің қасына жақындамаңыз. Түрі әдемі болғанымен улы болуы мүмкін. Демек, ол сіздің өміріңізге қауіпті. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.